сағат сабақ көріп шаршап кеттік. Қаңсылама, мияулама. Неменеге шаршайсың? Суға жуынып ал, кофе ішіп ал, бетіңді сабақтап ор бүйтіп. Беріп жатқан білімді неге қыңсылайсыңдар? Кәсіпкер болудан, бұл білімді игеруден, бай болудан ешкім тоқтата алмайды. Жетістікке жеткізетін қасиет. От, оптимист табанды. Оптимист деген өзіне деген сенімділік. Жетістікке жеткізетін қасиет. От деген оптимист табанды. Оптимист болу деген сөз өзіңе деген сенімдік. ÖDS, өзіңе деген сенімділік. Оптимист деген қазақша ÖDS, өзіңе деген сенімділік. Және табандылық. Табандылық деген алған бетінен қайтпайтын адам. Мақсат қойды, оны қайтара алмайды. Сұлтанмахмұт Торайғыров сияқты. Тұрмыс, тағдыр бірі де бұл мақсаттан бұра алмас. Қаһарман Әзірет әлі де бұрам деп жолдан тұра алмас. Сыланған жардың күлкісі алдандырмас бірісі. Қаһарман Әзірет келсе де мені кәсіпкер болудан, бұл білімді игеруден, бай болудан ешкім тоқтата алмайды. Осы табандылық. Біз сіздерге осын сынды салып береміз. Бәрілеріңді алмаз қып шығарамыз. Алмаз 50 000 атмосфераны көтеретін. Бүкіл ғаламдағы ең мықты минерал ол алмаз. Біз кешегі сақтар, кешегі ғұндардың, кешегі көк түріктің қаны жатыр. 300 жылдың ішінде бізді соны түсіріп тастап, соны қайтадан шығарамыз да жонамыз. Бір айдың ішінде алмаз болып жарқырап шығасыңдар. Қыңсылаған сөзді айтпаңдар. Біреу қыңсылай бастаса 2 ай өтейік. Жоқ болмаса сабақ көбейіп кетті, 2 сағаттан кейін демалайық дегендерге айтыңдар. Қыңсылама, мияулама, қыңсылама, мияулама деп айту керек. Ертең нан тауып жей алмайық деген кезде сол кезде қыңсылайтын боласың. Сол кезде мен көріп аламын сенің кім екеніңді. Кешке жақыннан бастап айтады бәрі жан жақтан. Ойбай аға, саған жарайды, сен 12 сағат сөйледің, біз тыңдап шаршадық. 24 сағат мен әдейі көрсету үшін жасадым ғой. Сен ертең жыламасын, ертең аштан қолын жайып жүрмесін деп. Беріп жатқан білімді неге қыңсылайсыңдар? Шаршасаң тоқтатып қойып көр. Неменеге шаршайсың? Суға жуынып ал, кофе ішіп ал, бетіңді сабақтап ор бүйтіп. Беріп өзіңді. Неменеге шаршайсыңдар сабақ тыңдағанға? Майза менен түртсеңде жатырсың қазақ оянбай. Бұндай қалың ұйқыны бердің бізге оялай деп Мыржақыптар жылап қазақты оята алмай кетті. Енді мынандай заман келе жатқан кезде шаршадық. 2 сағат сабақ көріп шаршап кеттік. 2 сабақ көріп шаршап кеттік. Ең сонда сөз еститін болса, мен ұйғырлар мен дүнгендерді орыстарға өткіземін, орысша өткіземін сабақты.